Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге Лейла телехикаясындағы Нұрдың рөлін сомдаушы актриса туралы айтатын боламын. Назлы Гонжа Вуслантери, түрік актрисасы, сценарист, ақын, радио жүргізушісі және актерлік шеберлікті үйрететін мұғалім. Назлы Гонжа 1986 жылы 2 қыркүйекте Түркияның Бурса қаласында дүниеге келген. Оның арғы тегінде черкес, абхаз, грузин және араб ұлттарының қаны бар. Әкесі әскери офицер болғандықтан отбасымен бірге біраз уақыт Адана қаласында тұрады. Отбасында үлкен туған әпкесі бар. Әпкесі музыкант Асли Вуслантери және өгей ағасы Джем Вуслантери. Актрисаның көптеген отбасы мүшелері әскери салада қызмет етеді. 1994 жылы әкесі зейнетке шыққаннан кейін Бурсаға отбасымен оралады. Бірақ 1998 жылы анасы мен әкесі ажырасқаннан кейін Гонжа анасымен бірге Стамбулға көшіп келеді. Стамбулда Мюдат Кезен өнер орталығының театр бөліміне түседі. Актрисаның алғашқы жұбайы дыбыс инженері Эдип Бурак Эрдоған болды. Олардың некелері 2015 жылдан 2018 жылға дейін созылды. 2020 жылдың күзінде актриса өзінің жүкті екенін жариялады. Кейін 2024 жылдың наурыз айында актриса екінші рет Левент есімді мемлекеттік қызметкерге тұрмысқа шығады. Сол жылдың көктемінде қызды болады. Қыздарының есімі Әсие. Актрисаның балалық шағы. Гонжа Вуслантери 9 жастан 17 жасқа дейін драмалық өнер сабақтарын алады. Ол Мужат Кезен өнер орталығының театр факультетінде 4 жыл бойы білім алып оқыды. Гонжаның дебюті 1997 жылы Супер әке сериалында ойнаумен басталды. Оның сахнадағы алғашқы кәсіби қойылымы артист мектебі спектаклінде өткен еді. 2024 жылғы Лейла сериясында Гонжа Вуслантери өгей қызы Лейланың өмірін әртүрлі сынақтарға ұшыратын зұлым Нұрдың рөлін сомдады. Нұрдың рөлін сомдаған актрисаның ойыны сіздерге ойнады ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет, қолдау білдіріп, лайк басып, каналға тіркеліңіздер.